Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен тәрбиеші Құралай Баймұқанқызы. Балалардың танымдық қабілеттерін жан-жақты дамыту барысында кеңістікті ұтымды пайдаланудың тигізер әсері зор. Мен сіздерге өз тәжірибемде нәтижелі қолданып жүрген әдістемелер мен технологияларды сіздерге ұсынамын. Олар сөйлейтін қабырғалар, грифельді қабырға, сызбалы күнтізбе және ауадағы көңілді таяқшалар. Бұл осы білім қорын Назарбаев зияткерлік орталығынан Эстония және Мәскеу қалаларындағы әріптестерімнен тәжірибе алмасу барысында алдым. Ал енді ақылды кеңістіктің бірі сөйлейтін қабырғаға тоқталайын. Сөйлейтін қабырға тілге бойлау әдістемесі элементтерінің бірі. Балабақшамызда сөйлейтін қабырғаларды біз өз қолымызбен жасап, толықтырып, безендіреміз. Апта күндерін, осы сөйлейтін қабырғаларда балалар апта күндерін айтады. Аптада неше күн болғанын санап және жаза біледі. Сөйлейтін қабырғалар арқылы балалардың қоршаған орта туралы білімдері кеңейеді. Сөйлейтін қабырғада бала күнде балабақшаға неше ұл бала және неше қыз бала келгені санайды, жазады. Көп немесе аз екенін айырып, салыстырып, оны белгілей біледі. Оқу қызметінде үйренген жаңа сөздерді күні бойы қайталап отырады және естеріне сақтай біледі. Өздеріңіз көріп отырғандай, сөйлейтін қабырғада көңілді әріптерді балалар естеріне тез сақтайды. Оның дауысты және дауыссыз екенін ажыратып, қандай түсті текшелермен белгіленетінін өздері айырады, естеріне сақтайды. Және көшіріп жазуға ынталанады. Алгоритм балаларды жеке бас тазалық гигиенасын жүйелі орындауға дағдыландырады. Ал жыл мезгілі алгоритмі тірек схема көмекші құрал ретінде рөл атқарады. Сөйлейтін қабырғаның тиімділігі баланың зейіні тұрақталып, көріп, есте сақтайды. Сөздік қорлары дамиды, белсенділіктері артады. Өз ойларын еркін жеткізеді және көш басшы болуға талпынады. Менің келесі қолданып жүрген технологиямның бірі ол сызбалы күнтізбе. Мәскеу қаласындағы Столица бизнес мектебіндегі әріптестермен тәжірибе алмасу кезінде көріп келдім. Әріптестер сызбалы күнтізбенің екі бөлігін көрсетті. Осы технологияны әрі қарай дамытып, қазіргі таңда қолданып жатырмын. Қазіргі таңда сызбалы күнтізбені балалармен бірге 6 бөлігін толықтырып дамыттық. Атап айтсам, апта күндері, ауа райы, қанша қыз бала, қанша ұл бала, өткен оқу қызметін жазу, тазалық, туған күн және мерекелерді белгілейді. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл сызбалы күнтізбе өте қызықты, ыңғайлы. Бала өзі сызбалы күнтізбені дайындайды, толтырады және сандарды естеріне сақтайды. Тура санай біледі. Балаларға және тәрбиешіге де өте қызықты. Сызбалы күнтізбенің тиімділігі қоршаған ортаны бақылай біледі. Саусақ бұлшықеттері дамиды. Схемамен жұмыс жасай алады. Ал бір күндік іс-әрекетіне қорытынды жасайды. Келесі өздеріңіз көріп отырғандай, балалардың қызығып ойнайтын ойындарының бірі ол ауадағы көңілді таяқшалар.
Ауадағы таяқшалар ойыны қалдық материалдардан, атап айтсам, ағаш таяқшалардан жасалған. Өте қызықты. Ауадағы таяқшалар арқылы әріптерді, сандарды жазып, геометриялық пішіндер арқылы тіпті суреттерде сала алады. Естеріне тез сақтайды. Топта кез келген уақытта қолжетімді пайдалана біледі. Қазіргі уақытта топтағы балалардың көбі әріптер мен сандарды еркін жазып меңгерген. Өздері бір-біріне көмектесіп және бір-бірін үйретеді. Ауадағы көңілді таяқшаның тиімділігі балалар тез есте сақтайды, бірігіп жұмыс жасайды. Саусақ және тілдері, саусақ бұлшық еттері және тілдері дамиды. Заттық кеңістікті дамытудың тағы да бір элементі бұл грифельді қабырға. Бұл неден жасалады? Қандай материал? Назар сап қарасаңыздар, бұл грифельді қара түсті қағаз кез келген жерге жабыстыруға болады. Бормен сурет салуға, жазуға өте ыңғайлы. Тіпті сүртуге, тазалауға да ыңғайлы болады. Бұл қабырғаның тиімділігі қауіпсіз және ыңғайлы болуы, әртүрлі формада болғанына қызығуы, шығармашылығы артуы, өз бетінше іс-әрекет жасау және еңбек сүйгіштігінің артуы. Өз тәжірибемдегі қолданған осындай әдістемелер мен технологиялар өте қызықты әрі тиімді. Ақылды кеңістіктің маңыздылығы бала бойына бәсекеге қабілетті 4К моделіне сай сыни ойлайтын, шығармашылықты, қарым-қатынас және ынтымақтастықты бойына қалыптастыру. Құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға кеңістікте қалай пайдалану, оны қалай тиімді пайдалану туралы сіздерге бейне үзіндіні ұсынбақшымын. Қанша торғай барлығы? 2 торғай болуге қиынсызға 2 торғай. Лай жазылады. Емне, сен ненің суретін салдың? Ненің суретін салдың? Алма. Неше алма салдың санай қойшы? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тамаша, олай болса, қанша алма санадың? Енді мына дөңгелектің ішін жаза қой. Неше алма болды? 9. Айзере қайда өседі? Бақта өсетін жемістер. Тамаша. Ал қайда өседі? Бақшада өседі көкөністер. Шерәли, қанша дауысты дыбыс бар? Апа сөзінде Шерәли неше дауысты дыбыс бар? Апа. Қанша дауысты дыбыс бар? Көрсете қойшы. Неше дауысты дыбыс бар екен? 2. Тамаша, жаза қой. 2. Ал неше дауыссыз дыбыс бар? Тамаша.
Жаз дейік. Әне, 6 болу үшін 4-ке неше қосамыз? Екі. Қане жаза ғой?